Саламатсыңдар ма балалар? 2-ші сынып әдебиеттік оқу пәні 55-ші сабақ. Бүгінгі сабақтың тақырыбы денсаулықты сақтай біл. Бүгінгі сабақта мәтінді рөлге бөліп оқисыңдар. Мазмұнын жоспар бойынша өз сөздеріңмен айтасыңдар. Бірінші тапсырмаға назар аударайық. Кестеге аурудың белгілерін жаз. Қайсысын жұқпалы деп ойлайсың? Түсіндір. Енді кестеге назар аударайық. Аурудың атауы. Бірінші тіс шегі. Аурудың белгісі ауыз қуысындағы тістің ауруы. Екінші тұмау. Қызу көтеріледі және де мұрын бітеді. Үшінші тамақ баспасы. Жөтел дененің қызуының көтерілуі. Тұмау, тіс шегі жұқпалы. Ертегіні рөлге бөліп оқы. Қоян. Орыс халқының ертегісі. Ертеде орманда бір қоян ауырып қалыпты. Қоян ем іздеп тоқылдаққа келеді. Тоқылдақ, мен сізді іздеп келдім, дейді қоян зорға сөйлеп. Көптен бері ауырып жүрмін. Емделейін деп едім. Тоқылдақ қоянның өңіне тесіле қарап, қай жерің ауырады? Деп сұрады. Қай жерімнің ауыратынын білмеймін. Әйтеуір түлкінің қарасын көрсем, дірілдеп, әлсіреп қаламын, деді қоян. Тоқылдақ оның ауруын таппады. Қай жеріңде дерт бар екенін біле алмай тұрмын. Үкіге барып көрші, деді тоқылдақ. Қоян үкіге келді. Үкі көз әйнегін тағып алды да қоянды қарай бастады. Мен бір нәрсеге таңғалып тұрмын, деді ол. Неге? Деді қоян үнін зорға шығарып. Өкпең де, ішек қарның да, бауырың да бәрі өз орнында. Бірақ бір мүшеңді таппай тұрмын. Жүрегің қайда кеткен? Білмеймін. Тоқтай тұр, тағы бір мұқият қарап көрейін, деді. Сөйтіп қоянды бастан аяқ тыңдап көрді. Бір уақытта үкі. О, таптым, деді айғайлап. Қайда екен? Деді қоянда дауыстап. Табаныңа түсіп кетіпті ғой, деді үкі. Енді қайттым. Ең болмағанда кеңес беріңіз. Сен болары болмас нәрсеге қорқа берме. Батыл бол. Осы сөзіме құлақ ассаң, жүрегің біртіндеп орнына келеді. Сонда қалтырағаның да басылады, деді үкі. Қоян үкінің берген кеңесін құп алды. Сондықтан болар осы күнге дейін аман есен жүр. Аударған Гүлбаршын Әзімбаева. Сөздікке қараймыз. Бұл жерде дерт, ауру, құлақ ассаң, тыңдасаң, құп алу, орындау деген мағынаны береді. Балалар, қоян ертегісінің мазмұны бойынша мынадай жоспар берілген екен. Бастапқы бөлімі бойынша қоянның ауырып қалуы. Екінші, негізгі бөлім қоянның ем іздеуі. Соңғы бөлік үкінің пайдалы кеңесі. Жоспардың үшінші бөлімі бойынша ертегі мазмұнын әңгімеле. Бұл жерде үкінің пайдалы кеңесі. Сен болар болмас нәрсеге қорқа берме, батыл бол. Осы сөзіме құлақ ассаң, жүрегің біртіндеп орнына келеді. Сонда қалтырағаның да басылады, деп үкі қоянға кеңес берген болатын. Қорытындыла. Қоянның ауруының себебін үкінің ақыл кеңесімен байланыстыра түсіндір. Үкі қоянға қарап отырып, оның ауру емес денінің сау екенін білді. Ол тек қана түлкіні көргенде қорқып, дірілдеп, әлсіреп кеткенін біліп, мынадай кеңес берді. Сен болар болмас нәрседен қорқа берме, батыл бол, сонда сенің жүрегің орнына келеді, деді. Содан бері үкінің ақылын тыңдап, қоян өз-өзін қолға алып, содан бері аман есен жүр екен. Балалар,
Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Үйден ертегі мазмұнын рөлге бөліп айтуға дайындалып келіңдер. Сау болыңдар.